Баршаңа сәлем достар. Бүгін сіздермен өзімнің бала кезден бері сүйіп жейтін тәтті қытырлақ вафлидің рецептін ұсынғым келеді. Бұл вафлиді дайындау арнайы вафельницаны қажет етеді. Егерде сіздерде сондай вафельница болса, менімен бірге дайындауға шақырамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына кепілдік берем. Сіздермен бірге Айгерім. Вафлиді дайындау үшін бізге қажетті құрамдарды барлық бөлімдерін төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін. Ең алдымен вафлимізді дайындасақ. Ең алдымен ерітілген сарымайдың үстіне аз-аздан қантты сала отырып миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде мен шамамен 3 минут араластырдым. Біздің сарымайымыз ағарып, қантымыз кішкене болсын еруі керек. Одан соң 4 жұмыртқаны саламыз. Егер сіз миксермен емес венчикпен араластыратын болсаңыз, онда жұмыртқаны бір-бірден сала отырып араластыруыңыз қажет болады. Барлығын салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Барлығын біркелкі сала отырып, дәл осы видеода көрсетілгендей тағы бір рет араластырып аламыз жақсылап тұрып. Барлығы біркелкі болғаннан кейін ұн саламыз. Ұнды иіліктен өткізген жақсы. Тағы да миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Байқасаңыздар, ешқандай да қопсатқыш, ас содасын салып қажет емес. Тек қана ең соңында шым-шым корица немесе ванилин салуларыңызға болады. Вафельницаны жақсылап қыздырамыз. Менде бұл бұрынғы вафельница. Сол себепті сарғыш жерлеріне мән бермеулеріңізді сұраймын. Мен вафельницаға үлкен ас қасықтан да үлкен қасықпен саламын. Бір ғана қасығын саламын. Сіздерге 2 ас қасық салуға немесе 1 ас қасық салуға кеңес етемін. Осылай қызарғанша ұстаймыз. Оны шанышқының көмегімен дәл осы видеодағыдай алып, трубочкаға орасаңыздар болады. Бұл жерде мен өз қолымен ораған ыңғайлы. Мінекей біздің вафлиміз осылай оп-оңай болып піседі. Арасына вареная сгущенка салуларыңызға болады, крем жағуларыңызға болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қытырлақ болып, әп-әдемі болып піседі. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Қарағандарыңызға рахмет.